Ағайындар, сосын мынандай. Кеше Инстаграмнан қарап жатсам бір видео. Бір кісі Бақтияр Өсербекұлы деген ғой. Сол наубайхананың пекарнидің бизнес планын қалай оқытатын сатып жатыр. Кез келген нәрсені сатып ала берген болмайды. Бірінші оны сатып алмай жатып изучать етіңіз. Может ол ютубта бар шығар, может ол гуглда. Көп жерден де тегін алуға болады ондай нәрсені. Сосын қазір 20 кәсіпкерлікпен кездесіп, соларға ұсыныс тастап жатырмын. 90-дық сайын сұхбат алуға. Ол жақтан да көп бағдарлама болады, өкіметтен көмек, көп нәрсені тегін алуға болады. Соны бәрін сіздерге таныстырамын, жақсы ақпарат болады. Сол жаққа өздеріңіздің қалаңыздан барсаңыздар, негізі кәсіпкерлікке сұраңыздар, біліңіздер, білім алыңыздар. Не обязательно кез келген жерден сатып алып, сөйтіп негізі өкімет өзектеріңізді алдырмайды. Ізденсеңіздер, сұрасаңыздар, енді түйеге жантақ керек болса мойын созады дейді ғой. Енді білмегеннен кейін үйде отырып, кім көмек береді дегеннен ешкім сізге мынандай жақтан бағдарлама болып жатыр, мына жақтан көмек болып жатыр деп ешкім сізге әкеп бермейді. Сол үшін ізденіңіздер.